Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін пломбир кремін дайындап көрсетемін. Ол үшін бізге сүт, қант және жұмыртқаның 2 сарыуызы және май және кукуруз крахмалы керек. Кукуруз крахмалы болмаған жағдайда ұнмен алмастыруға болады. Бұл крем өте тәтті, кәдімгі дүкендегі пломбир балмұздағына өте қатты ұқсас болып келеді, сондықтан дайындап көріңіздер. Алдымен осы сүтімізге 2 сарыуызымызды саламыз, сосын қантымызды саламыз. Барлығын біркелкі араластырамыз. Енді осының үстіне кукурузды крахмалды қосып, шанышқымызбен біркелкі араластырамыз. Түйіршік болып қалмау керек. Оттың жай жылдамдығына қойып, үздіксіз араластырып отырамыз. Осындай қою масса болып шығады, 10-15 минуттай араластырамыз. Және қолымызды үзбей араластыруымыз керек. Асты күйіп кетпеу керек, және де ешқандай түйіршік болмау керек. Менде 15 минуттай тұрды, сол кезде қоюланды. Қоюланғаннан кейін үстіне үй температурасындағы майымызды салып, біркелкі былғаймыз. Май салғаннан кейін астын міндетті түрде өшіреміз. Майымыздың барлығын былғап араластырамыз. Достар, егерде үй жұмыртқасының 2 сарыуызын салсаңыздар, кремдеріңіз осындай сап-сары болып шығады. Ал дүкеннің жұмыртқасын салсаңыздар, онда әппақ болып шығады. Енді кремімізді бөлек ыдысқа салып суытамыз. Үй температурасында суытамыз, бетіне пищевой пленка жабамыз. Үй температурасында суығаннан кейін осылай салқын кілегейімізді алып, 33-35% кілегейді алып, миксермен миксерлейміз. Креміміз осылай қоюлана бастаған кезде бір-бір күрекшеден алып салып отырамыз. Бір-бір күрекшеден алып осылай миксерлеп отырасыздар, сол кезде ол қоюланады. Және қатты қою болмайды, ол орташа массада болады осындай. Мінекей достар, біздің креміміз дайын, өте дәмді болып шығады, кәдімгі пломбир балмұздағы сияқты болады. Достар, сіздер де жасап көріңіздер және ой-пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл крем кәдімгі балды торт, Наполеон торттарына өте жақсы үйлеседі, сонымен қатар пломбир тортына өте ерекше дәм береді, кәдімгі пломбир балмұздағы сияқты болады. Пломбир тортын келесі рецептте көрсетемін.